Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге оңай дәмді болып шығатын пирожныйларды көрсететін боламын. Ол үшін жұмыртқаға қант қоса отырып, 2 есе ұлғайғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Қантты осылай бөліп қосқан дұрыс болады, және миксерлеу барысында миксеріңіздің күшін біртіндеп күшейтіп отырасыз. Осындай әдемі үлпілдек масса шығады. Енді ұнымызға разрыхлитель қосамыз. Жақсылап бір араластырып аламыз. Оған 2 ас қасық какао қосып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Және осы құрғақ ингредиенттерді жұмыртқалы массамызға електен өткізу арқылы ғана қосамыз. Ол міндетті түрде. Себебі бисквитіңіз пышный, әдемі болып шығу үшін, және арасында ешқандай комочек болмау үшін біз осылай жасаймыз. Ұнды қосқаннан кейін массаны міндетті түрде астынан үстіне қарай қозғаймыз. Тек қана астынан үстіне қарай. Және бір бағытта. Біздің жұмыртқалы массамыз басылып қалмау керек. Басылып қалмау үшін осылай жаймендеп қозғап отырасыздар. Бірақ арасында ешқандай ұн қалып кетпеу керек. Осы нәрсені бастыңыздарда ұстаңыздар. Дайын болған қамырымызды формаға құямыз. Менде 4 бұрышты форма. Сіздер өздеріңіздің бар формаларыңызға құя берсеңіздер болады. Пирожный жасайтын болсаңыздар 24-26 сантиметрлік дөңгелек формаларға құюға болады. 180 градус қызып тұрған пеште 35 минут пісіріп аламыз. Ол пештеріңізге қарайсыз. Енді крем дайындаймыз. Сливкеге кішкене қант қосып, немесе қант ұнтағын қосуға да болады. Миксерлеп аламыз. Миксерлегенде сливке сәл қоюлана бастаған уақытта миксерді тоқтатамыз. Венчиктің ізі сәл байқала бастаған уақытта тоқтатамыз. Творожный сыр, маскарпоне менде бөлек ыдысқа керегінше салып аламыз да, оны бір миксерлеп аламыз. Себебі ол түйіршіктер болып қалуы мүмкін. Сол себептен бөлек осылай араластырып алған дұрыс. Содан кейін ғана сливкеге қосамыз. Сол кезде бір келкі крем шығады. Мінекей, байқап тұрсаңыздар, крем уже қоюлана бастады. Өзінің формасына келген кезде тоқтату керек. Енді мен шоколадный ганаш дайындадым. Піскен бисквитімізді суытып алып қана формадан шешеміз. Суымай жатып шешуге болмайды. Пергамент қағазынан да суығаннан кейін ғана шешкен дұрыс. Және көз мөлшерімен мен осы бисквитті 16-ға бөлдім. Мінекей, әрбір бисквит арасынан 2-ге бөлінуге болады. Енді сіздер өздеріңіздің формаларыңызға қарай көресіздер.
мінекей екіге әдемі бөлінді. Барлығын осылай екіге бөліп шығамыз. Және кремімізге насадка салып, мендегі осындай насадка. Өз қалауларыңызша, бұл жерде өз фантазияларыңызға қарай болады. Кремімді салып, кондитерлік мышыққа осы крем менде 16 пирожныйға жетті. Описанияға жазып қоямын рецепті. Енді осы жерде өз фантазияларыңызға ерік бересіздер. Мысалға мен вупи пай ұқсатып жасағым келді. Себебі балалар ұнатады, үлкен кісілер де жақсы көріп сүйсініп жейді. Осылай гүл қылып қойып жасасаңыздар болады. Немесе осылай зигзагообразный қылып, бұл да әдемі көрінеді. Немесе осылай жасауға болады. Өздеріңіздің еріктеріңізге қарай жасай бересіздер. Қалай жасасаңыз да әдемі көрінеді. Себебі ол домашний, себебі ол өз қолыңыздан жасалды. Мінекей осылай 16 пирожный шығады. Мен соңғы қалған кремді бір пирожныйдың бір түрі қылып жасайын деп бетіне салдым. Ол уақытта да әдемі болып көрінеді екен. Егер сіз кремді сәл көптеу жасасаңыз, барлық пирожныйыңыз осындай болады. Егер өзіңіз қаласаңыз. Енді бетіне шоколадный ганажымды құямын. Әсемдік үшін. Бетіне осылай құйып қоюға да болады. Не болмаса, еш нәрсе жақпай да құюға болады. Не болмаса, тегіс барлық жеріне жағып, ағызып қоюға да болады. Менде енді видеода үйдегілерге жасағандықтан сәл аздау болып қалды, бірақ соның өзі қатқаннан кейін әдемі шоколад болып қатады. Одан кейін оформление енді өздеріңізге байланысты. Мен осындай шоколадтың үстіне кокосовый стружканы септім. Ерекше дәм береді, бір жағы түрі де әдемі болып тұрады ғой. Мінекей осындай 3 түрлі вариантта пирожный шықты. Ешқандай қиындығы жоқ, оп-оңай, үйдегі бар ингредиенттермен жасалады. Әрі дастарханыңыздың сәні, қонақ келсе де ұялмай қоюға болады. Өте әдемі пирожнылар шықты. Пайдаңызға жарасам, маған тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Жадыра.